ең соңында класстастар сөйлейді ғой, білесіздер, тойда. Класстастар сөйлейді. Сонда класстастардың ішіндегі орамал таққан қыз келіншектердің байларын шақырам ортаға. Мыналар сөйлейді, сендер сөйлемейсіңдер деймін. Неге? Жарты метр орамал таққызамаған келіншегіңе тіліңді 2 метр салаңдатып тілек айтпай қойшы деймін. Жарты метр орамал таққызамасаң тілек айтпай қой. Өткен сенің тілегің қабыл емес ол жерде. Кімнің тілегі қабыл? Алланың сүйген құлының тілегі қабыл. Алланың сүйген құлы кім? Оған бойсынған, өзі де жары да бойсынған адам Алланың сүйген құлы. Міне солардың дұғасы қабыл. Сондықтан да міне ақ жаулықты аналардың жолын қойған мынау қыз келіндерімізді көргенде, ой шіркін-ай, ақырет әлі алыс екен ғой деп қаласың. Қиямет әлі алыс екен ғой деп қаласың. Ал енді жаңағыдай жалбыр шаштарды көргенде қиямет жақындап қапты ғой дейсің. Міне сонда бір үрей мен бір үміттің ортасында өмір сүріп жатырмыз қазір. Қазақ атам айтады, ар намысты ұрпақ ақ жаулықты анадан туады дейді. Жалаң бас, жалаң бұт, жалаң төстен есі дұрыс ұрпақ келмейді ағайын. Ондайлардан елдің нанын жейтін ұрпақ келеді. Елдің ақысын жейтіндер келеді. Жемқор, парақорлар сондайлардан туады. Ал мынандай иманды, инабатты аналардан елдің нанын емес, елдің қамын жейтін азаматтар туады ағайын. Міне сондықтан да қазақ атам айтады, ердің бағы аяғынан дейді. Көрдіңіздер ма? Әйелдің бағы басынан дейді. Немесе керісінше айтады, ердің басына келетін бәлекет аяғынан келеді, әйел затына басынан келеді дейді. Дәл солай. Орамал тақтың ба, басыңнан бағың кетпейді. Ақ жаулығың тұрғанда саған бәлекет жоламайды. Алланың мейірімі, рахымы болады екен. Кейінгі кезде осы ер азаматтардың, әкелердің абыройы төмендеп баратқанын көзімізбен көріп жүрміз. Көп жерде әйелдер сөйлейді, қатындар сөйлейді дейді. Әй десе болды. Дейді да қоя салады. Болды, осы кісі сөйлей берсін дейді. Не істейміз де қатыне деп қояды. Негізі жұбай сөйлеу керек еді. Отағасы не істейміз? Не ақыл айтасыз? Сіз не айтасыз? Біз соны жасаймыз деу керек еді. Білеміз, жәннат кілті қайда екенін білеміз. Қайда жәннат кілті? Ананың табанында. Жәннат кілті ананың табанында дейміз. Құрметтейміз. Бірақ соның жалғасын біз айтпайды екенбіз. Әкенің қай жерінде? Қай жерінде әкенің? Разылығында, батасында, қай жерінде? Бір жерінде қай жер сол? Қабағында, дұрыс айтады. Міне, жәннат кілті ананың табанында деп айтқан кезде, тоқтамай әкенің қабағында деп айтуымыз керек. Өйткені біз қазақ, мынау аналарымыз әкенің қас қабағына қарап бізге тәрбие берген. Әкең келе жатыр, алдынан шық, қолына сұғый. Әкеңнің қабағы қатулы, ашуына тиме. Әкең ұйықтап жатыр, мазасын алма. Әкеңнің қабағы жадырап отыр, бар, сұрайтын нәрсең сұрап ал. Бірдеңе бүлдірсек не дейді? Әкең айтам дейді. Әкең айтам, жаның шығарады, өлтіреді әкең. Қазірше, шешең айтам дейді қазір. Шешең айтам, шешең жынды ғой, білесің ғой? Өлтіреді шешең. Көрдіңіздер ма? Сондай дәрежеге дейін түсіп кеттік. Неге? Абидин ұстазымыздың айтқандай батысқа еліктеп кеттік. Қатыны билейтін, қатыны сөйлейтін, қатынын тыңдайтын, тек қана соның айтқанымен жүретін, сондай бір батыстан келген үлгілер бізге қатты ұнап жатыр. Міне соның ізінен еріп бара жатырмыз. Абидин ұстаз соны айтты. Сондықтан да игі жақсылар, мынау көсемсіп, қолына микрофон түйсе, ешкімге сөз бермейді деп қалмаңыздар. Сәті келгесін айтып жатырмыз. Бүйтіп басымыз күнде қосылып жатқан жоқ. Осыдан 1 жыл бұрын бекен, Түркістан арақ шарапсыз, харамсыз, жезөкшесіз қала қыламыз деді. Көргендер бар ма? Естігендер бар ма? Мен желіден көрдім соны. Осы Түркістанның әкімінен бастап бүкіл ақсақалдар, қариялар, ел ағалары, кәсіпкерлер, осы жердің полиция басқарма бастығы, бүкіл жүрегінде иманы бар асыл азаматтар осы сөзді қозғаған еді. Қазір ол жүзеге асты ма, аспады ма білмеймін. Ең бастысы осы Түркістанды адал қала қыламыз. Түркістанды адал қала қыламыз. Неге? Ол неден басталды? Өйткені адамның денесінде бір кішкентай түйір ет бар. Сол тазарса,
бүкіл дене тазарады екен. Ол жүрек екен, жаңа ұстаздарымыз айтты. Ал Қазақстанымыздың жүрегі бұл Түркістан. Егер Түркістан тазарса, бүкіл Қазақстан тазарады екен. Сондықтан да осы идеяға, осы үлкен ұлы іске баршамыз атсалысуымыз керек. Мынау жоғарыдағы ағаларға, аталарға қойып қоймауымыз керек. Бәріміз атсалысуымыз керек. Алла разы болсын. Совет өкіметі кезінде Қазақстанның президенті болып Дінмұхамед Қонаев атамыз отырды. Білесіздер ғой Қонаев атамызды. Сонда Иранның бір елшісі бір үлкен жиында уақыт тауып бір жаңағы ретін тауып сол Дінмұхамед атамызға өтініш жасаған екен. Менің бір өтінішім бар. Бұл өтініш бүкіл Иран халқының өтініші. Осы қазақ жерінде біздің бір әулиеміз жатыр. Соны бізге беріңізші дейді ғой. Сонда Дінмұхамед атамыз не дейді? Бере алмайым дейді. Сіз бірінші сұрамайсыз ба кім деп? Дегенде ол Арыстан баба мен білем дейді ғой. Арыстан баб бұл парсы болған екен атамыз. Сол жақтан ілімді, білімді исламды алып келген алғашқы ислам таратушы тақуалар сол бабамызды сұраған екен. Сонда Дінмұхамед Қонаев атамыз бермеймін деген екен. Алматы сияқты бір қаланы қалаған жеріңізге айтыңыз салып береміз деген екен. Алматы сияқты үлкен 1000 қала салсаң да бермеймін деген екен. Өйткені қазақты қазақ қылып, қанша нәубеттен, қанша қырғын сүргін, ашаршылық, қуғын сүргін, қаншама мынау елге жасаған қиянаттан қорғап тұрған Алла болса, Алладан кейінгі осы әулиелер деген екен. Міне сондықтан игі жақсылар, біздің елімізде, жерімізде осындай бабаларымыз болған. Сол әулиелер жатыр осы жерде. Дінмұхамед атамыз айтқан екен, сіздерде де бар ғой ол кісінің кесенесі деп. Кесенесі бар, бірақ денесі сіздерде жатыр. Біз соны алып кетсек дейміз, арманымыз жоқ. Бермейміз деген екен. Сондықтан да игі жақсылар, мынау тұрып жатқан еліміздің, жеріміздің қадір қасиетін білу бізге парыз. Әйтпесе осы жерге, осы елге қиянат жасап атқан арамызда жүрген бауырларымыз бар. Алла сақтасын. Қиянат деген не? Қиянат деген асыл дінімізге, салт дәстүрімізге, тілімізге, дінімізге қиянат жасап жүрген бауырларды айтады. Міне сол бауырларға құлағын алтын сырға. Мына елдің амандығын, елдің тыныштығын сақтап тұрған бір Алла болса, Алладан кейінгі осы әулиелер. Алла осы Түркістанымызды түрлендіріп, тек қана мынау сырт келбет емес, әдемі болды Түркістан қазір. Түркістанға қызғана да қарайтын болдық. Бірақ осы сырт келбеті ғана емес, ішкі жан дүниесі де сондай сұлу болсыншы, игі жақсылар. Алла разы болсын баршаңызға.